Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Риза, бұл каналдың авторымын. Бұл каналды мен 2 жылдай жүргізіп келе жатсам да, ешқашанда өзім туралы, өзімнің ас үйім туралы видео түсірмеппін. Ешқандай да таныстыру видеосы болмапты. Сол үшін сол қателіктің орнын толтыру үшін бүгіннен бастап мен сіздерге осылай видео жазып жүктейтін боламын. Ең бірінші рахмет айтқым келеді сіздердің қарап жатқандарыңызға, сіздердің кері байланыстарыңызға. Өйткені менің 500-ге жақын оқырманым бар осы қонақты менімен шақыр деген каналымда. Сол кісілер маған үнемі лайк басып отырады, кері байланыстарын беріп отырады. Сол үшін тағы да сіздерге рахмет. Все, кеттік, жалғастырамыз. Бұл каналды ашудағы мен басты мақсатым екеу. Ең біріншісі, басқа да YouTube авторлары секілді менде өз каналымды монетизация қосқым келеді. Ал екінші мақсатым, бұл деген өзім сияқты қонақ көп күтетін адамдарға көмектесетін құрал болса екен деймін. Яғни кез келген адам қонақ шақыратын кезде оған сұрақ келеді: не дайындасам екен, қандай салат пісірсем екен, қандай асар тие қойсам екен деген сияқты. Осы сол сұрақтардың жауабын сіздер осы каналдың ішінен таба аласыздар. Өйткені бұл каналдың ішінде менің өзім қонақ шақырам ғой. Вот сол кезде мен пісіретін салаттарым, пісіретін ассортиларым, қай тамақтар маған өтті, қай рецепттер күшті болды, шынымен де мен сол рецепттерді саламын. Сол үшін сіздер міндетті түрде менің каналымнан менің каналымдағы 1-2 рецепт бойынша салаттар, рулеттер дайындап көріңіздер. Сосын менің каналыма кері келіп, кері байланыс беріп, қандай салат пісірдіңіз, соны жазып кетсеңіздер, мен үшін ол өте үлкен қуаныш. Мен кәдімгідей қуанып қалатын едім, деп, мен рецептіммен дайындады деп. Негізі мен рецептім деген өтірік әңгіме. Менде де басқа да авторлардан алдым ғой, мысалға помидор салатын, корейский. Басқа да автордан алдым. Оны өзім жасап көрдім, күшті өтіп кетті, қонақтарыма ұнады. Содан кейін менде оны басқа да адамдар білсін деген ниетпен өз каналыма саламын. Маған негізінде идея осылай YouTubeға видео түсіру туралы. То есть осы идея, осы өзімді таныстырайын деген сияқты идея 1 ай бұрын келген. Білесіздер бе, мен неге кейінге қалдырып келдім? Неге мен 1 ай бұрын түсірмедім? Неге мен қазір түсіріп отырмын? Өйткені менде ең бірінші сол идея келгенде сылтау көп болатын. Ой, балалар шулайды, үстіндегі киімін дұрыс емес, шашын бүгін жуылмаған деген сияқты. Сөйтіп мен бүгін ұйқым келіп тұрса да, бізде қазір сағат түн 11 ма сондай болып жатыр. 11 болса да, мен деген ешқандай сылтауға жоқ дедім. Сол идея келді, мен қазір түсіруім керек, еш сылтаусыз. Сосын түсіріп жатырмын осылай. Қарағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар. Келесі видео не туралы болсын, сіздердің ойларыңызды да мен білгім келеді. Сау болыңыздар.